Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айында кешкі асқа, ауызашарға осындай қайнатпалы күріш көжені рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен бұл жерде үлкен бір жілікті салдым. Қосымша ет, сүйек салуға болады. Мен яғни қуырылмай пайдалы қайнатпалы көженің рецептімен бөлісетін боламын. Салқын су құйып етімізді саламыз және де қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігі шығады. Көбігін толықтай алып тастайсыздар. Және де көбігі шығып болғаннан соң үстіне картоптарымызды осылай бөлшектеп, яғни саламыз бөліп. Және де үлкен бір пиязды бүтін күйінде саласыздар. Бүтін күйінде салсаңыздар, сорпаларыңыз өте дәмді болады. Және де кейін, яғни балалар пиязын жемей жатса, оны сүзіп алып тастауға болады. Қатырылған 2 қызанақты салдым. Және де сәбізді осылай ұсақтап турап салдым. Және де 2-3 сағаттай қайнатамыз, яғни еті толықтай жұмсарғанша. Қайнағаннан кейін етін бөлек алып алдым. Және де осы жерде қызанағы керек емес, бізде балалар жемейді, алып тастаймын. Және пиязын да бірге алып тастайтын боламын. Яғни қызанақ пен пиязын балалар онша ұнатпағандықтан осылай сүзгішпен алып тастаймын. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар болады. Сорпаларыңыз тып-тынық, жаңағыдай өте дәмді болып шығады. Осы уақыт арасында күрішімізді дайындап алатын боламыз. Және де етті алдын ала турап, барлығын қазанымызға саламыз. Өте дәмді болып шығады. Осындай күріш көже ұнайды біздің отбасымызға. Немесе кәдімгідей қуырып жасай беруге болады. Егер осы әдіспен жасасаңыздар, дәмі күшті болып шығады. Күрішімізді барлығын салып алдым. Мен жарты кесек көлемінде салдым. Етіміздің қара кесек еттерін бөлек турап алып, барлығын саламыз. Және де күріші піскенше тағы да қайнатамыз. Еті жұмсақ, әдемі болып пісіп шығады осы кезде. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Күріші жарылып піскеннен кейін осылай кесеге құйып ұсынуға болады. Сондай-ақ каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, салаттардың, пирогтардың рецептері бар. Міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыздар каналыма. Және де осы видеоны WhatsApp группаларға, чаттарға, поделиться бөлімін басып жіберіп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.